Рахмет, біз жалғастырайық. Келесі тағы екінші сәлемдесу. Аралас, Арал ауданы. Рахмет көп. Астана қаласында кәдімгідей қатты жел болды. Соның салдарына кейбір үйлердің крышасы ұшып кетіп жатыр. Шамдары бұзылып жатыр кәдімгідей. Бірақ бір уайымдап жүрген халықты көрген жоқпын. Өйткені барлығы квартиранттар ғой жақта. Қайда кетті қыздар, қайда кетті? Қайда кетті қыздар, мына қайда кетіп қалды? Ойна. Жоқ, әдемі, керемет, бірақ алын. Мына екі қыз кім? Танымадыңдар ма не? Жоқ. Танымадыңдар ма не? Жоқ, таныған жоқсыз. Ана екі қыз ғой. Қайсы? Қара. Қайда? Мынау. Мына екі қыз. Осылар ма? Осы бұлар екен қақтан бұрып қалың? Түсіріп отқан мен бес па? Браво, гел! Сендерді ойыңдаршы. Нормально, родной. Мынау. Ана дәу торттың қасындағы емес па? Дәу торттың қасында жүргенше. 58 миллион ғой ол. 58 миллион? 58 миллион. Екі квартираны жеп қоя салды ма сол жерде? Ерке ше, ерке отқаншы. Ерке қалайсың? Қош келіп жатсың, ерке? От души, о. Ерке, мен еркеге ырзам. Ерке, сен құттықтаймын. Әрбір шығарған өлеңдері хит қой. Біздің ауылда әлі тыңдап жүр ғой, халықтың бәрі тыңдап жүр. Шығарат хит, миллион, миллиард кәдімгі просмотр, жарып атады. Шығат. Енді ойлашы сен, 3 минуттық нәрсе Дубайға барып тап тұрған жоқ па? Дубайға барып қайтып тұрған жоқ па? Вертолетпен жүрген жоқ па? Ана мойындағы алтын ба точно? Сырға бәрі алтын ба? Дубайский емес па әйтеуір? Ойнап. Ерке, сен жарайсың. Ерке біздің қазақтың ерке қызы ғой. Еркеге бір қошемет ұрып қояқ. Ерке деген достойны сөзінде тұратын қыз ғой ол деген. Батыстың қызы сөзінде тұрады, достойны қыз. Ерке, сөзінде тұрасың ба? Сөзінде тұрасың ғой, я? Давай онда, мына сөзіңе жауап бересің ба? Ерке, оймен сана бар балада. Ақша саздау болып тұр, шаш таздау болып тұр кішкене ше. Енді сөзіңде тұр, Ерке. Не істейсің сен, Ерке? Астанадан іздеп не аласың оны? Адам көп. Ақтөбеден, Алматыдан не істейсің іздеп? Бірден Аралға келмейсің ба? Бізде экология, мынандай варианттар көп бізде. Рахмет. Жігітім құтты болсын, Ерке. Нұрлан аға. Нұрлан аға келіп отыр ғой. Нұрлан аға, қош келдіңіз. Алматыдан келдіңіз ғой, я? Астана суық. Ана шарфигін шешіп тауып отпасыңыз ба? Сақал ғой. Сақал ғой. Қош? Кешіріңіз. Кешіңіз, Нұрлан, сақалыңыз құтты болсын. Болат аға, Жөрелес аға, қалайсыз? Болат аға ырзамын да мен. Ауылдағылардың бәрі рахмет айтып жатыр. Қазақтың жастарын көтеріп, қаншама жобаларды ұйымдастырып, Болат аға молодец деп ауылдан бәрі сәлемін жолдап жатыр. Бір көк бар, құтты болсын. Досымжан аға, қалайсыз? Амансыздар ма? Ал енді құрметті көрермендер, біз бастап кетейік.
не болып қалды? Сенің алауың, оны білмегеніне сенімдісің бе? Алдағы дүйсенбіде. Нұсқауынды күтемін, алау. Жарайсың бе? G смартфондарын тиімді бағамен ұсынады. Теле2 үздік баға кепілі. Арзан екен. Анама, әкеме, әпкеме, ағама, бөлеме, әнеме. Құрметті достар, негізі Астанаға келерде Тұрсынбек аға хабарласып, барынша Төребек шоу жасады еді. Енді мен барынша қолымнан келгенін істеймін. Сонымен өздеріңіз білесіздер, Астана қаласы қатты салқын болып жатыр. Салқын болған соншалықты тіпті машиналар оталмай жатыр. Ары қарай жалғастырамыз, сонымен екі құрбының әңгімесі. Слышь, мен Данира. Ей, сен неге жылап тұрсың сен? Тырнағымды сындырып алдым. Ей, тырнағын сындырып алдың ба? Ей, болмайтын нәрсе тырнақ сынса қайта орнынан өседі. Неге жылап тұрсың сен? Мен сынғанына жылаған жоқ маған. Жартысы мұрным ішінде қалып қойды. Сонымен, құрметті достар, Қазақстанның кез келген жерінде осындай жігіттерді кездестіруге болады. Сонымен естеріңізге тағы да бір сала кетейін. Братан деймін, жас тұр ғой, брат, өзіңе міне қарасай. Өзіңе тік қойған ғой, мына брат, міне қараш деймін, мына қараш. Брат, мына ұйықтап тұр ғой өзіңе. Брат, мына саған келіп тұр деймін. Дұрыс қой енді, мен өзім шалбарым бесті оғыз. Вообще деп атқам ғой, брат. Брат, аяқ киім аласың ба, брат? Мына қарасын аяқ киімді. Мына қарасай, брат, ол ешқашан жыртылмайды ғой, брат. Қарасын аны. Ешқашан жыртылмайды ғой, брат, алсай. Мынау деген өзіне өзі жүре береді ғой, брат. Брат, дей берме маған. Сен зыпылдап тұрсың, Шымкентский емессің ба? Қой жоқ, брат. Қаяқтықсың? Таза Павлодардікімін ғой, брат. Павлодардікі? Павлодардың қай жердесің? Жетісайынан ғой, брат. Жетісайынан? Ол жақ қалай, салқын ба? Қатты салқын ғой, брат. Қойш? Павлодарда болмағансың ба, брат? Жоқ. Мына біздің Астананың суығы бар ғой, жаз болып қалады ғой, брат. Біздің Астананың мынандай суығына 52 градусына бар ғой, біздің Павлодардағылар бар ғой, спокойно, ана жерді мұзды ойып қойып суға жалаңаш түсе береді ғой, брат. Кәдімгідей салқын ба не? Салқын? Салқындығы соншалықты бар ғой, брат. Анау айтып атқан әңгімеңше, саған айтып атады ғой, естілмейді, құлағыңа жетпей қатып қалып жатыр ғой, брат. Қарап, қалайсың деп оқып аласың ғой, брат. Түсінікті, кәдімгідей бәрін не істеп жатсың, ұсынып жатсың киімдер. Бұл ет сататын жер ғой, нақ маған киім ұсынып жатсың сен. Брат, ақша керек болып тұр да, Жүрсе, таксалға. Негізі Қазақстанда пластикалық операция жасау ол екінші орында тұрады. Сонымен көреміз. Жоқ, қарындас, түсініңіз. Өте әдемі болып тұр. Барлығы операция жасадық. Барлығы керемет болып тұр. Енді осындай түрмен асықпай, ұялмай, көшеде осылай жүре беруіңе болады. Рахмет, братан. Әдемі болды, бара бер. Көп рахмет, келесі кіре берсін. Жомарт демей көрші. Анау, налоговыйдағы Жомарт па? Сонда мен операцияны дұрыс жасаған жоқ сен қалай танып қойдың? Жоқ, өмір сол сөйтеді, жаңа темекі сұрасаң жоқ дей береді. Не ғой? Сонымен не? Былай қояйықшы. Меніңше мұрнымды бар ғой, мұрным дәу қылып кәдімгі не қылып бересіз ба? Үсіріп ше бүйтіп. Не үшін? Ішіне тырнақ тұрып қалып еді ғой просто. Сонымен пойызға мінген бір жігіт Оралға барам деп аяқ астынан байқауыздан аралдан түсіп қалды. Құдай-ау, оралмай, не болып кеткенсің? Жасыл шөптерің қайда?
Жайнаған гүлдерің қайда? Оралмай, жайығың қайда? Орыстарың қайда? Оралма. Құдай-ау, қандай күйге түсіп кеткенсің? Орал. Брат, тыныштық па, брат? Бауырым айтшы, мұна Орал ма? Орал? Орал ғой, брат? Хош. Уральский ғой, брат, кәдімгі ше? Өзің кетіп тұрсың ғой, брат, келсе? Жүрсей, брат, мен таксиспін ғой, қай жерге апарып тастайын, брат? Зашиганский апарып тасташы. Зажигалка тауып берем ғой, брат? Жоқ, Зашиганск. Жүрсей, брат, 50 теңге ғой, жүр, брат, апарып тастайын ғой. Құрметті достар, негізі біз әр ойын сайын Арал қаласының проблемалары туралы айтамыз. Бірақ Арал қаласының келесі проблемаларын біз әнмен жеткізім келіп отыр. Тек ішінде проблемаларды біз на-ла-ла-ла-ла деп кішкене өзгерткен болатымыз. Соны кетті, құрметті көрермендер! Қошемет жер! Қошемет!